Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін бізде қонақта профессор, физика-математика ғылымдарының кандидаты, математик-экономист, этнограф, фольклортанушы, өлкетанушы Есмағамбет Мұсатай Ғалымұлы. Ағамыз биыл мерейлі 70 жасқа толғалы отыр. Мұсатай аға, қош келдіңіз тағы да. Біздің енді дәстүрлі сұрағымыз сізге. Өзіңіз жайлы қысқаша баяндап берсеңіз. Енді мен бұрынғы Көкшетау облысы, қазір Солтүстік Қазақстан облысы, Рузаев ауданында Шұқыркөл деген ауыл бар. Ол жерде енді мынау Еркін Әуелбек, Бәйкен Әшім, Айқын Нұрқат, Мұхаммед Ғабдуллиндер оқыған мектептер, сол мектепте мен 10 класс бітіріп, 69 жылы. Сосын Қарағанды мемлекеттік университетіне математика факультетін түстім. Сосын оны бітіріп, мен Лениндік стипендиат болып, сонда қалдым университетте мұғалім болып. Сосын мұғалім болып қалдым, сосын 2 жыл стажировка жоқ дейді, ол кезде 3 жыл аспирантурада болдым, Москвада 5 жыл жүрдім енді. Сосын сол университетте, мемлекеттік университет математика факультетін сабақ бердім. Осы енді биыл Көкшетауға келгеніме 15 жыл болады. Көкшетау 15 жыл болады. Үш жаққа келіп, Абай Мырзахметов атындағы университет профессорымын. Жақсы. Аға, енді Москвада болдым деп жаңа айтып қалдыңыз. Москвада оқыдыңыз ба, әлде еңбек еттіңіз ба? Мен Москвада 5 жыл болдым деп отырмын ғой. Стажировка 2 жыл. Сосын аспирантура 3 жыл. Қазір докторантура 3 жыл деп отыр ғой, сол сияқты ғой енді. Мынау Политехнический институт Ленин атындағы болатын, қазір Сәтбаев атындағы техникалық университет, соның аспирантурасын берді. Сосын 5 жылдай сол Москвада біз математикадан жалпы, менің саламнан біз енді Москвасы өтілмейміз, қорғатпайды Москвадан өту керек. Олар болады екен, жақсы екен десе, сонда сол жерде талқылаттар жасадым. Сонда бұл әдебиеттерді алдым, енді ол кезде Алматыда жоқ ондай әдебиеттер, математикада. Сол Москвада 5 жыл болды. Әрине, ол енді математика ғылымы бізде енді ол кездегідей, Ресейдегідей қатты дамып кеткен жоқ қой. Енді бұлай аға, жақсы математикамен айналысқан адамдарды, математиктарды, математика енді нақты ғылым ғой, точная наука дейді ғой, орысша айтқанда. Осы нақты ғылым математикадан сіздің көптеген сол салада зерттеген, жинақтаған қаншама еңбектеріңіз бар екен. Оның ішінде мектеп, жоғарғы оқу орындарының мұғалімдеріне математикадан бірнеше тақырыпта оқу курстарын жазыпсыз. Енді осы нақты ғылымнан, математикадан басқа сала, фольклор ғылымына, өлке тарихын зерттеуге қалай келдіңіз? Яғни өлкетанушылыққа. Несімен қызықтырды осы сала? Басқа сала, математикадан фольклор, жаңағы фольклортанушы дейміз зерттеу. Мен енді сол мектепте оқып жүргенде де жалпы біздің ауылда үлкен ақсақалдар болды. Солар әңгіме айтып отыр. Солардың әңгімелесін тыңдап өстік мысалы. Сосын сол қыздырды. Сосын мысалы Әлбек Батыр деген біздің ауылда батыр болған деп соның әңгімелері қызықтырды басында. Сосын мен кітап біраз оқыдым енді. Оқығанда мен енді сондай керемет көп оқығам жоқ, бірақ керегін оқыдым. Керек кітаптарды алып оқыдым. Сосын мысалы Қарағанды студенттер жүрген кезде мен 2-2-ден алатынмын кітапты. Біреуін әкем алам, біреуін өзім алам. Қандай кітаптар? Енді негізінен тарихи кітаптар алады. Тарихи кітаптар алады. Тарихи кітаптар. Көшпенділер мысалы. Сосын содан кейін сол енді әкемді жақсы оқыды. Сол негізі менің осы оқуға жаңағы әңгіме жағын, фольклор жағына тартқан әкем болды. Әкем қайдан оқыған білмеймін. Мысалы ертеде бір ғұламадан айтқаны бар. Сен не оқығаныңды айт, мен сені кім екеніңді айт деп отыратын мен баққан кезде күліп. Сосын енді мен де әкем көп оқымайды, көп оқи алмайды, оқыды жоқ, жұмыс бар деген сияқты. Сосын аны оқыдым деп, сосын кейде әкемді соларды оқыған екен, сосын ой бөлісіп солай. Жалпы енді фольклор деген бұл ұлтты сүйге үйретеді, ұлттың енді мына Мәлік Ғабдуллин айтады, фольклор бұл поэзияның атасы деп мысалы. Барлығы қара сөз, барлығы қара сөздер көп қой мысалы.
Солар осы бұл енді бұның бір қызығы, мен сосын Москвада болдым деп отырмын ғой. Алматыға бірақ жаңағы есеп беруге келемін жаңағы университетке жаңағы кафедраға мысалы. Ал онда кейде 1 ай жатасың, кейде 2 ай жатасың, кейде бір 10 күн жатасың. Ал онда жаңағы математикалық нелер жоқ жаңағы Москвадағыдай емес. Зерттеулер. Иә, математикалық әдебиеттер жоқ, әдебиеттер. Журналдар жоқ. Методикалық, әдістемелік. Журналдар жоқ. Сосын енді бірыңғай математикада мен шұғылдана бермейтін жаңағы кітап дүкеніне барып кітап алам. Сосын мынау ғылым академиясында сирек қор деген бар. Енді сол сирек қорда жаңағы Совет үкіметі фольклордың 99%-ын жинаған екен, Совет үкіметі. 1%-ын жаңа Шоқан Уәлиханов, мысалы, осы кімдер, жаңа Мәсір Жүсіп Көпеевтер, солар жинаған, 1%-ын, 99%. Мен енді 30 жыл болса да, біздің мысалы, осы ғалымдар мысалы жинаған жоқ, жинай алмады. Бұрынғы сол Совет үкіметі жиналғандарын жариялап жатыр олар. Бұрынғы Совет үкіметі жинаған. Себебі мына қазір нарықтық экономика, командировка ақша керек қой, бару керек, жүру керек. Сонда мысалы 36 жылдары мысалы бастап жинаған екен, жинатыпты мысалы. Мысалы Көкшетау облысына, Солтүстік Қазақстан облысына экспедиция, 3 адам, 4 адам. Сосын олар есеп жазып кетті. Біз соған бардық, Бәлен деген ауылға бардық. Сонда Бәлен деген ақсақал, сосын әңгіме айтты. Ақасердің мынандай өлең айтты, Жылғараның мынандай нелерін айтты. Деп сөйтіп жазып кетеді екен. Соларды алдым ғой мен. Экспедициядан фольклорлық экспедицияларының жинақтарын, иә? Иә. Жақсы аға, рахмет. Енді аға сіздің өлкетанушы, тарихшы ретінде көптеген тақырыптағы зерттеулеріңіз бар. Соның ішінде енді мен біраз еңбектеріңізді қарадым. Соның ішінде енді Көкшеге белгілі 300-дің басын қосқан, Көкше жерінде 48 жыл хандық құрған Абылай хан атамыз туралы. Одан кейін этнограф Шоқан Уәлиханов ғалым. Осы кісілерді зерттеп, сол кісілерді туралы біраз жазыпсыз, зерттеу жұмыстарыңыз бар. Енді осы зерттеулерге кішкене шағын тоқталып өтсеңіз. Енді мен Алаштың арыстаны Абылай дейді Мағжан. Мен сол туралы спектакль жаздым, Алаштың арыстаны Абылай деп. Енді онда мен Сәкен Жүнісов та жазды, тағы да көптеген жазушылар жазды спектакльде. Соларды қарап шықтым бәрін. Сосын мен осы жердегі, енді Абылай осы жерде болды ғой, 48 жыл болды деп отырсың ғой. Осы жердегі еліне айтады, кімдер қандай маңайында қандай батырлар болды, қандай билер болды. Енді ол Абылай хан бірден әлгі қазаққа хан болған жоқ қой. Бірінші осы Атығай Қарауылдың төресі болды, төресі, сұлтан. Содан кейін барып Арғынға, сосын барып Орта жүзге, сосын барып ең соңғы 10 жылында, 7-8 жылында хан болды, 300-ге. Сондықтан негізі ол кім алып келді, неге алып келді? Мысалы, ол неге осы Атығай Қарауылға алып келген? Оны алып келген адам Ораз Аталық деген. Ол мынау Шоқанның айтуы бойынша, оның жаңағы Жәпек деген немересі, мынау қалмақтарға қолғасып қалғанда бірге болды деп жазады Шоқан. Сосын қалмақтың ханы Қалдан Серен, сендер осы Абылайды босатайын, қайсың балаңды неге бересіңдер, кепілдікке дейді ғой. Сонда Жәпек баласын береді. Ол Жәпек, сонда ол Жәпек деген жаңағы Ораздың немересі. Сонда бұлар ол енді жасырып алып келді Абылайды. Сонда фактически Абылайды ол Ораз өзінің балам деп алып келген. Балам деп. Потому что оны айтуға болмайды ғой. Айтса енді ол оны өлтіріп тастауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сонда ол Қалдан Серен жаңағы Жәпектің баласын кепілдікке алған. Сондай оқиғалармен кетіріп жаздым мен. Сіз енді бұрынғы жазылғандарды қарап жаздыңыз ба? Өзімнің де қосқандарым көп. Архивтарда? Ел аузынан жаңағы неді мен көп пайдаландым. Ана бұрынғы жазғандарды да пайдаландым. Бұрынғы жазғандар. Сосын Шоқан туралы, Дана Шоқан, Дара Шоқан деп, сосын
адамзаттың асылы Шоқан және Абай деп пьеса жазды. Бұл енді оны біреулер қалай кездесті, қалай кездеспеді деп, бірінші кездесті деген, екі-үш рет кездесті деген нелер бар, нұсқалар бар. Сосын екеуінің кездескені туралы. Сосын бұл қалай кездескен, қалай неткен. Өйткені 55-ші жылдан 60-ші жылға дейін Шоқан Семейде әрі-бері өтіп жүрген. 60-ші жылға дейін. Одан кейін де болған. Сондықтан бұл нұсқаны пайдаланып мен спектакль жаздым. Жақсы. Енді бұл зерттеулер ары қарай жалғасу керек па, қазіргі ұрпаққа оны ары қарай жаңағы зерттеу керек па, қалай ойлайсыз? Конечно, бұрынғы зерттеулермен тоқталып қалу керек па? Жоқ, ол зерттеу әлде қосатын әрине, мысалы кейбіреулер сұрақ қояды, мысалы ол кездесті ме, кездеспеді, бірақ кездеспеді деп ешкім айта алмайды. Кездеспеді деп айта алмайды. Өйткені жаңа 55-ші жылдан 60-ші жылға дейін, 60-ші жылы енді кім Абай уже 15-те ғой. Сонда енді Шоқан мысалы Құнанбайдың құдаларының үйіне барып түскен Тінәлі деген. Ол да Құнанбай да түседі екен, Құнанбаймен араласқаны бәрі бар енді оның. Енді ол, сосын мен енді Абай танушымын бір жағынан. Мен қалай Абай танышы болып кетті дейсің ғой. Сосын осы мен жаңа ел аузына жинап жүретім да. Ел аузына жинап жүріп, сосын Абайдың 100 жылдығы болды ғой. Сосын мен өзі 6-7 мақалам, 15 беттік, 12 беттік мақалам жұлдыздар шықты. 6-7. Жұлдыздар жұлдыз журналды оңай емес еді. Өзі сосын қазақ әдебиеті, парасат, ана тілі шығып жатты. Сосын мен осы қазақ әдебиетіне бердім, Абай туралы бір 15 беттей. 100 жылдығына. Бірақ мен оны 1 жыл бұрын бергенмін. Содан олар бірақ басқан жоқ. Қазақ әдебиеті. Сосын ойладым, енді олар білетін шығар енді менің жазғандарымды білетін шығар, сосын баспаған шығар деп. Сосын 150 жылдығында, Абайдың 150 жылдығында қазақ әдебиеті 24 бет басынан аяғына Абай туралы не жазды. Түгел Абай туралы жаңағы кім айтқан, шәкәрімдер еді, Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсын, көп адамдардың енді. Ал енді тірілердің ішінде 3 адамға берді жаңағы. Осы кімге бір жазушы, бір ғалым, философ ғалым. Сосын маған бір бет беріпті жаңағы. Абайдың айтқыштығы деп. 100 жылдығында. Сосын мен де Абай танышы болып кетті мен. Біраз жаңа ел аузына жинап, нетіп жүргенім. Ол да пайдасы тиді. Жақсы, рахмет аға. Аға, енді сізді біз шежіреш ретінде де білеміз, е? Шежіре зерттеуші ретінде. Қазақ халқы балаға негізі 9-7 жасында әкесінен бастап ағайын туысын, нағашы жұртын, алыс жақынды таныстыруға, ата тегін руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлгенде. 7 атасын білу заң болған. Яғни 7 атасын білмеген жетесіз деген қазақта бір сөз бар ғой, оны білесіз, е? Сол арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көзделген. Ел тарихын, жұрт тарихын білу ер азаматты дейді, ерлікке, елдікке, отан сүйгіштікке баулайтыны білеміз, е? Енді шежірелердің біразын дейді, 18-19 ғасырда өзіңіз білетіндей этнограф ғалымдар, тек қана біздің қазақ ғалымдары, оның ішінде Шоқан Уәлиханов, Абу-Бәкір Диваев, және орыс ғалымдары Аристов, Григорьев, Мейер, Рычков сияқты, Тевкелев сияқты ғалымдар зерттеп, жазып алып, ғылыми айналымға түсірген. Аға, біз сізден жаңа айтып кеткендей, шежіре ретінде білеміз. Шежіре жинақтауда сіздің көп еңбектеріңіз бар. Енді соларға тоқталып өтсеңіз, және өзіңіз үлкен қазіргі таңда ата ретінде бала тәрбиелеп, немере тәрбиелеп өтіп, өзіңіздің жаңа ұрпағыңызға шежіре жаздыңыз ба? Енді мен ол шежіре жаңа дұрыс айтып отырсың, жақсы айтып отырсың. Шежіре бұл енді ата тарихпен бірге өрбиді. Мен деректерімен жаңағы, деректерімен, сосын шежіре айтып отыру керек. Ол жаңағы өзің жақсы айттың. Ол тәрбие.
Мысалы, ойбай, кім баласысың десе, ой, бәленшенің баласы, ой, сен баяғыда бір атаң болған, бәлем батыр болған, үйткен десе, ана бала кәдімгідей өсіп қалады. Сондықтан ол енді бір тәрбиенің, мен енді шежірені, мен Атығай Қарауылдың шежіресі деген кітап шығардым. Үлкен, 250 бет. Енді маған дейін де шығарған. Маған дейінге шығарғандарды жеке-жеке, енді өз аталарын. Мен енді бір 50-60 мың адамның аты аталатындай, бұрын енді 5-6 мың, 7 мың болды, 50-60 мың жаңағы адам аты аталатындай шежіре. Ең толық шежіре қазіргі енді осы жағдайда менің шежірем. Атығай Қарауылдың шежіресі. Енді соны мен ол кітап шыққанына енді 3-4 жыл болып қалды. Қазір мысалы менде жоқ. Бірақ жұрттар хабарласып алды, сосын енді толықтырып маған, мысалы менің анау ағам жоқ екен, әкемнің әнесі жоқ екен, анау былай екен, соны толтырып, енді алла жазса сонда шығарам ба деп отырмын енді Атығай Қарауылдың шежіресін тағы да толтырып, ең толыққа. Ол енді жаңағы ол ата тарих үшін керек. Ата тарих үшін керек. Енді қазіргі таңда мынау жастардың көбі жеті атасын шежіресін білмей жатады. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Ол бәрі тәрбиеден ғой. Мысалы біздің Совет үкіметінде мектепте сұрап жатады балалардан. Кейбіреулер айтады, біз білмей жатамыз өзіміздің шежіремізді, біз қиналамыз содан. Енді ол әрине отбасынан басталады дейсіз ғой. Әрбір ата-ана, әке, ата өзінің шежіресін айтып, жазып, ең құрғанда жеті атасын білген. Жоқ, ол жаңағы атап қана қою емес, Мысалы, сол кісінің бір жақсы, мысалы, элементін, жақсы сөзін. Кейде, мысалы, ол сөз менің де сөзім болмауы мүмкін. Мен біреудің, мысалы, сөзін айтып отыруым мүмкін. Көрдіңіз бе? Ол өте, ол енді керек болғандықтан. Ал енді біз 70 жыл, бізде 75 жылдай бізде жаңағындай содан аулақ қылды ғой, аулақ қылды. Ол жаңағы біздің рухымызды басып келді олар. Мысалы жаңағындай мен осының бабамда би болған екен, батыр болған екен, шешен болған, ақын болған, аңшы болған екен, жаңағы қажы болған екен, олар солай барып келген екен, мынандай қиыншылыққа ұшыраған екен, мынандай адамгершілік жасаған екен, мынандай жақсылық жасаған екен деп айтып отырса, ол керек. Ал енді қазір енді кішкене енді бұл шежіреге бет бұрылып келе жатыр енді бірақ біз соңында қалып қойдық бәрібір. Енді сіз жаңа өзіңіздің Атығайдың шежіресін жаздым дедіңіз, одан кейін сіз бір үлкен көлемді еңбегіңіз бар, қыпшақтар туралы. Сол қыпшақтар туралы еңбегіңіз. Мен қыпшақтар туралы, мен енді Атығай шежіресінің деректері қарауылдар туралы, осының керейлер туралы, уақтар туралы, наймандар туралы, қыпшақтар туралы, қаракесектер туралы, осы мен жеті немен шығардым. Енді қыпшақтардың бұның да тарихы өте терең, қызық және тағы. Мысалы, Мұрат Әжиев қыпшақтар деп жазды ғой. Енді ол жалпы кеңінен жазды. Бізде мына жақта қандай батыр билер болды, шешендер болды. Сол жаңағы жинағанның арқасы, 420 бет. Енді ол қазір мысалы 420 беттік кітабы шықты. Қазір мысалы ол кітап мысалы 600 беттей болды мысалы. Қазір мен толтырып отырамын, Сонда онда егерде мысалы демеуші болса, қыпшақтар туралы еңбегіңіз ол жеке кітап болып басылып шықты ғой. 100 данамен шықты, 100 данамен. Енді ол демеушісі болғаннан кейін шықты. Мысалы қазір сол 420 бет деп отырмын, қазір енді 600 бет болды мысалы. Соны толтырып қойды, мен шығаратын адам табылса, мысалы шығаруға болады деген сияқты. Демеуші керек. Демеуші керек, потому что қазір бәрі ақша бермесек шықпайды ғой. Сондықтан ол жерде де енді қызық, мысалы, даже Қыпшақтың өзі, мысалы, Әл-Фарабиден бастасаң, мысалы, Әл-Фарабиден бастасаң, қайда ол бертінге дейін, Сұлтан Бейбарысқа дейін, сосын қаншама билер кеткен, қаншама солардың сөздері қалды. Енді мен соларды жинап, соны жариялағанмен керемет қуанамын сен. Жақсылардың жақсылығын айту керек қой. Көрдіңіз бе? Жақсы аға, рахмет. Сізде шежірешілер, қариялар көп бола берсін, жастарға жаңағы өзінің ата тегін үйрететін шежіре жазады. Рахмет. Енді Мұсатай аға, сіз білетіндей киелі көкше жері сал серлердің, ақын жазушылардың,
мекені ғой. Осы Қара шаңырақ әдебиет және өнер музейі өнер иелерінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп, насихаттайтын бірден бір ғылыми орталық десек қателеспейміз. Оған куә өзіңіз көріп жаңа тамашалаған экспозиция залдары. Бұл экспозицияда жазушы осы Көкше жерінде Есаған аталып кеткен Естай Мырзахметов, Көкше жұрты жаңағы тіпті Қазақстан бойынша серілердің жаңағы тұяғы дейміз, серілердің өмірін, шығармашылығын жалғастырушы Сәкен Сері Жүнісов, ақын Көкен Шакеев, сазгер Кәрім Ильясов, тағы да басқа өнер тарландарының өмірі мен шығармашылығына арналған жаңа экспозицияны айтып отырмын. Осы кісілермен енді сіз жүздесіп, кездескен бір сәттеріңіз болды ма? Сол бір сәттеріңізге тоқталсаң, және сіздің осы ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығына арналған асылдың жаңағы сынығы, сол үлкен еңбегіңіз бар. Алтынның сынығы. Алтынның сынығы, кешіріңіз. Сол еңбегіңіз туралы қысқаша сол Естай Мырзахметов деген, Естай Мырзахметов пен Төлеген Қажыбай біздің осы фольклорды көп жинаған. Сол кісі мысалы Көкшетау аңыздары деген кітап шығарған мен 3 тілде. Сол мысалы жаңағы Нұх пайғамбар кемесі осыдан қалған деген бір аңыз айтады екен. Кітабында бар осы. Соны енді бұлар ол елемей келген екен. Мен соны ақтарып, арасында да сондай аңыз қалған екен. Мен енді ол кісі сол жақтың адамымыз, Щучинский райондікі. Сосын ол кісінің енді мысалы анда қалыпты, мұнда қалыпты, оған айта береді, аңыз көп, аңыз болған жақсы ол. Сонда өнердің басы аңыз өзі, ертегі. Сонда жаңағы ана кісінің дәлел айтатын көріңіз, дәлелі. Мына барсаңдар, көрдіңдер ме, көрдіңдер, Абылайхан алаңынан қараған кезде бір кеме сияқты тас тұрған жүрді. Кеме сияқты тас қарасаңдар. Сонда айтады, сендер өзін неге таратасыңдар? Мына біздің аңызды деп сөйлейді. Ана кеме тұрған жоқ қанеке дейді. Көрдіңдер? Кеме тұр ғой енеке. Деп манағы кемеге ұқсас, Құдай тағала жаратты ғой. Бурабайда. Бурабайда. Кеме тас деп. Соны манағы соны келтірген, сонда оғысы бір керемет сондай не. Ал енді Сәкен Сері Жүнісов енді ол енді жаңағы дұрыс айтты, ол бүкіл қазақ сыйлаған. Енді мен бір әңгімесін айта кетейін ол кісі мысалы ол кісіні енді өзі ел қатты құрметтеді ғой. Міне мысалы мына таста мысалы кеме тас дейді, кеме тас сол Нұх кемесі деп. Енді ол кісіге мынадай не бар ғой, мергенсің атқан оған кетпес ғапыл, бір өзің жеті сері жеті батыр, туған жер Сарыарқаны сағынғанда мен сені бір иіскесем жетіп жатыр деген ғафу ғайырбек. Анау енді сондай өзі қазақ елін сүйетін адам ғой. Енді оның бір әңгімесі ол кісі қандай керемет баритон әнші. Айтатын ғой, Ермек Серкебаев, мен Сәкеннен отырған жерде өлең айтпаймын деп. Ол кісі анау немен, рояльмен, пианиномен сүйемелдеумен айтатын. Соны өзі жақсы. Соны енді бұл кісімен бір неткендегі бір әңгімесі, бір қызық әңгімесі бар. Ол кісі енді бір өзі бір сондай иясы бар. Мынау Жамбыл облысына әкім Тарази, Сәкен Жүнісов, сосын Қалихан Ысқақов үшеуі бара жатады ғой. Ол кезде енді советтік кезеңі ғой. Қалихан жаңағы әкім Тарази ол кезде Жарылқайыр секретарь екен. Ол жолда қарсы мына ауданның нәлісі қарсы аты, одан ана аудан қарсы аты, сонда жерден жерге түсірмейді ғой енді. Сонда сұрайтын көреді, жаңағы осы неше жазушы бар деп. Сонда әкім Тарази айтады 600 деп. Сонда ана кісі кім жаңа Қалихан Ысқақов айтады, 2-нөлін алып тастайшы дейді, 6 ақ қой енді. Содан бір уақытта бір жерге тоқтаған кезде Сәкен айтады, ағамыз айтатын көреді, мынау әкім Тарази ғой енді, әкім мынау көңілші екен, 600 деп, қайта мынау Қалихан малы десе екен, 2-нөлін алып тастады, 6 деп, қазақта шақ жазушы бар деп сөйлейтін күн еді. Үшеуі ғой енді, шақ жазушы бар деп. Содан кейін енді екінші жерге тоқтайды ма, әр бұлақтың басына тоқтап шай ішіп атады ғой енді. Содан кейін айтатын көреді жаңағы, осы мен де көңілші екенмін деп. Жаңағы үшеу деді ғой енді.
Қазақта бір жазушы бар деп. Сонда оғым, мен деп айтатын кірі. Ана енді екі жазушыны көрсе, ол кісіге жарасып тұрады. Жарасып тұрады. Сосын мысалы, ол кісіде мысалы, ол кісіне үлкен жазушылар, Әбіш Кекілбаев, Ақылбек Сейдімбек, Мұхтар Мағауин, соларға көзінше айтады мысалы. Мына үшеуі дейді, менен көп біледі дейді. Бұлар көп оқыған дейді. Бірақ дейді, көркем жазуды қадынан, осылар менің алдыма түсе қойыр ма екен деп. Енді, сәке, қойыңызшы еш білдеңе деп айтуға болады мысалы. Ол тоқтап тұр ғой, көрдің бе? Сыйластық. Сосын тағы бір қызық енді әңгімелер. Соны жинаса мысалы әдемі-ақ болады. Сол жаңағы еңбегіңіздің ішіне бар қазір соны осы жердің әңгімелерді айтып отырмын. Соны тағы бірде ол кісі мемлекеттік сыйлық алды ғой. Мемлекеттік сыйлықты ол Ленин спектаклін жазып алды. Енді сосын ол кезде жаңа ұсынған адамдар сойқан, мықты жазушылар. Сен түрмен атайын бәрі. 5-6 жазушы ұсынды. Сосын жаңа Сәкеңнен сұрайды ғой. Сәке, мынау бәрі ұсынып жатыр. Мынау ұсынып жатыр, сіз де ұсынып жатыр екенсіз. Мынау енді алу қиын бола шығар. Кім алады деп ойлайсыз дейді ғой. Енді басқа біреу болатын болса, енді анау да жақсы, мынау да жақсы, ол да алып қалуы мүмкін, бәлен түген. Мен аламын депті. Неге олай дейсіз? Сен білесің бе? Тұманбай қалды ғой, алды. Ұлы жүз. Қадыр қалды ғой, алды. Кіші жүз. Мен ортамыз, мен алмағанда болады. Көрдің бе? Енді соны ол заманда уже кішкене неде бастаған жаңағы, көрдіңіз бе? Сенде бөліп жатыр ғой, бөліп жатыр. Бөліп солай беріп жатыр дейсіңдер сендер. Енді маған бермегенді беретіндер деп, андан құлағына алтын сырға айтып жатыр ғой, қалжың болса да. Сондай ерлігі бар. Енді мен мына жаңағы осы нелерді, Ақмола ғасырлар деген үш үтім жаздым, осында бәрі бар. Жаңағы Сәкен Жүнісовта бар, жаңағы кімдерде бар. Енді ең несі осы бұл жердегі мынау үш кітап өзі, осы үш кітап. Сондықтан бұл жерде жаңағы батыр, би, шешен, осы жинағандардың бәрін бұл жерде жаңағы Ақмолаға. Енді бұл жерде Ақмоланың адамдары емес, басқа да жерде бар. Себебі мысалы мен Ақмолаға келдім, жұмыс істедім мысалы, осы жердің намысын қорғадым, осы жердің несіне кетіп қалдым мысалы. Немесе басқа жақтан келдім. Ондай адамдар да бар, мысалы Ақмолада туу міндетті емес. Осы жерде жұмыс істеген, қызмет істеген, осы жердің намысын көтерген адамдарды осындай үш кітап болып жаздым. Бұл жерде енді мынаның бір несі, бұл жерде еліңде кімің бар дегенде біз енді Абылайдан аса алмаймыз енді. Әрине. Сосын жер болғанда жер Бурабайдың жердің шоқтығы ғой. Сосын енді ат болғанда құлагерден өскен тұлпар жоқ, ол үш несін басып шығарды. Ой, рахмет аға, жақсы оқырмандарға бұл жақсы бір ақпарат. Аға, енді соңғы мынандай бір сұрағым сізге. Сіз енді еліңіздің мынау өлке танушы ретінде, өлкенің патриоты ретінде жастарға бір тілегіңіз? Енді жастар мынау енді жалпы білімді болу керек. Бірінші, бірақ мынау ойлай алмаған адам ол өмірде жоқ дейді. Я мыслю, я существую дейді. Көрдің бе? Мынау бірінші ойлай алу керек, ойлай алу керек. Ойлай алса, жаңағы өзінің ойын айта алады. Ол ой қайдан келеді? Мынау өркениеттің басты мақсаты, өркениеттің басты мақсаты адамдарды ойлауға үйрету. Себебі адам заттың барлық жетістігі ойдың арқасында жеткен. Мысалы, мінеке мынау болсын. Мысалы, телевизор, хабарласып жатырмыз, көрдіңіз бе? Ойдың арқасында жеткен. Сондықтан біз білімді береміз, білімді алу керек. Алу керек жастар, білімді алу керек. Сосын жастарға айтады ғой, жастық шақ ол жаңағы даналыққа үйрену керек. Ал кәрілік даналықты пайдалану, қолдану берілген деп. Сондықтан мысалы, ол даналық қайдан келеді? Ол оқу керек. Оқымаған адам, кітап оқымаған адам, ол рухани мүгедек. Ол сіз тілі сайрайды, ол сізбен таласады. Сізден ол бұлай артықта болуы мүмкін жаңағы байлық жағынан болсын, не жағынан. Бірақ онда сондықтан ол рухани бай болу үшін оқу керек, білу керек. Білім керек. Сонда ой келеді деп ойлаймын. Жақсы аға, рахмет көп. Сұхбатыңызға біраз нәрсе сізден алдық деп ойлаймыз.
сол келе жатқан туған күніңіз тағы да құтты болсын. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз. Рахмет.